6 жасқа толған балаларға арналған фильм. Есін білгелі батыр боламын деген бала Әбу Насырдың арманы күл талқан болды. Себебі бала Әбу Насырдың жаны ізгілік пен парасаттылыққа толы еді. Ол майдан шебінен ұшқынын таппайтынын түсініп, үйіне жүгіріп кеп, жалғыз қалып, қатты жабырқады. Көзін ашса да, жұмса да көз алдынан соғыста көргендері кетер емес. Қан төгіс, зар жылаған балашаға. Сол дауыстар бала Әбу Насырға маза берер емес. Десе де, тауы шағылған бала Әбу Насырға бейтаныс ақсақал кезікті. Ол жабырқаған баланың қолынан жетектеп, оны жаңа әлеммен таныстырды. Ол әлемнің аты ғылым еді. Ақсақал бала Әбу Насырға ғылымның не екенін, оның қандай күшке екенін айтты. Әбу Насыр осы сәтте ғылым мен білімнің құдіретін түсініп, оларға деген шын махаббаты оянды. Ал, отырар кітапханасына қош келдің, балам. Қандай үлкен. Осылайша ғұлама бала Әбу Насырды білім ордасы кітапханаға алып кірді. Кітап құдіретін бұрын соңды сезінбеген Әбу Насыр ерекше сезімге бөленгендей болды. Себебі ғұлама оны түрлі ғылыммен таныстырды. Олар биология ғылымына сапар шекті. Кейіннен астрономия, содан соң геометрия, физика, музыка және философия ғылымдарына жолықты. Аталмыш кітаптар Әбу Насырдың санасын дүр сілкіндіргендей болды. Ғылым мен білімге деген үлкен махаббатты сезінді бала Әбу Насыр. Ақсақал, қайда бара жатырсыз? Кетпеңізші, сізден әлі үйренерім көп. Ата! Балақай, көктегі ең жарық жұлдызды бағыттай жүрсең, ғылым мен білімнің астанасына кез боласың. Мені сол жерден табарсың. Көріскенше, балақай. Ата! Кетпеңізші! Ата! Ата! Ата, шынымен кетіп қалды. Қап. Балақай, мен алыс жолға аттандым. Көктегі жарық жұлдыз туралы ұмытпа. Алдыңда тұрған менің саған жасаған сыйлығым. Көріскенше. Маған қалдырған сыйлық? Өй, мынасы несі? Өй! Ұшқын? Сен менің ұшқынымсың ба? Сөйтіп мен өз ұшқынымды кітапханадан тауып алдым. Бірақ сен не істей аласың өзі? Жоқ, маған ақсақал тауып алу керек. Иә, мен жолға шығам. Бірақ мына кітаптар маған жолай керек болады ғой. Қайтсем екен, а? Ұшқын? Сенің
Осындай өнерің бар ма? Керемет! Батыр болуды сәби кезінен армандаған Әбу Насыр ғылымға бет бұруды құп көрді. Ол шын батырлықтың білекте емес, жүрек пен ақылда екенін ұқты. Ендігі мақсаты ғұламаны іздеп тауып, содан ғылым үйрену болды. Десе де, ол бұл арман мақсатын әкесіне айтуға жүрексінгендей. Батылы жетпеді. Жанымды түсінер анам ғана деген оймен Әбу Насыр бар арманын анасына жайып салды. Ал анасы баласының бұл ойын құптап, батасын беріп, ұзақ сапарға шығарып салды. Осылайша Әбу Насыр ұлы сапарға, ғылым сапарына аттанды. Ұшқын! Ей, ұшқын, тұршы! Көмегің керек маған. Ұшқын! Маған түркі және парсы халықтары туралы үлкен кітап керек. О, рахмет ұшқын, сен болмасаң осы.